Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан Республикасының отбасы құқығы. Бұл жерде отбасы деген сөзге анықтама берсек. Отбасы дегеніміз бұл некеден, туыстықтан, бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиелеуге алудың өзге де нысандарынан туындайтын және отбасылық қатынастарды нығайту мен дамытуға септігін тигізетін мүліктік және мүлікке қатысты емес жеке бастың құқықтарымен байланысқан адамдар тобы. Яғни отбасылық құқық бұл отбасылық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын атаймыз. Отбасы құрудың негізі бізде бұл неке болып табылады. Сіздер көріп тұрсыздар, неке қай кезеңдерде құрылады, яғни қай кезеңдерде отбасы түсінігі қалыптасатынын көріп тұрсыздар. Келесі слайдта біз отбасылық қатынастар туралы айтамыз. Яғни адамдар арасында некеден, туыстықтан, бала асырап алудан, отбасыны тәрбиелеу үшін бала алудан туындайтын қатынастар. Бірақ отбасында қатынастардың бәрі бірдей құқық жөнімен реттеле бермейді. Яғни отбасында қатынастар негізінен адамгершілік, игілік, өнеге нормалары негізінде реттеледі. Бұл қарапайым сөзбен айтсақ, бұл қазақ өркениетінде қалыптасқан дәстүрлі біздің тәрбиемізге байланысты белгілі бір ережелер, нормалар жиынтығын айтуға болады. Яғни сол бойынша қазіргі таңда отбасылық қатынастар реттеледі. Отбасылық заңнама шарттарына некеге тұру, некені тоқтату және де некені жарамсыз деп тану жатады. Біз қазір әрбіреуіне жеке-жеке тоқталып өтеміз. Некеге тұрушы ері мен әйелдің өзара ерікті келісімі және олардың неке жасына жету болып табылады. Некеге тұру шарттарына біз айтамыз: некеге жасына жетуі, некеге тұруға кедергі болатын жағдайлардың болмауы және некеге тұрушылардың өзара ерікті келісімдердің болуы. Бүгінгі таңда неке жасы Қазақстан Республикасында бұл әйелдер мен еркектер үшін 18 жаста. Дегенмен баланың дүниеге келуіне, немесе жүкті болуы, некеге тұрушылардың біреуінің ұзақ мерзімге сапарға кетуіне байланысты дәлелді себептер болған жағдайда неке жасы 16 жастан басталады некеге тұру. Некенің тоқтатылуы ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтық қатынастарының тоқтатылуын айтамыз. Некені тоқтататын оқиғалар бұл ерінің қайтыс болуы, соттың ерлі-зайыптылардың біреуін өлді деп жариялауы және некенің бұзылуы көптеп кездесетіні бұл ажырасу болып табылады. Некені жарамсыз деп тану, яғни ол көбінесе сот шешімімен іске асады. Бұл жерде сіздер тізіммен көріп тұрсыздар, қай кезеңде неке жарамсыз деп танылады. Яғни 4 кезеңі көрсетілген. Оның ішінде жалған некеге тұру, немесе ерікті келісім болмаған жағдайда, немесе кәмелетке жетпеген жұбайының, мысалы ата-анасының немесе қамқоршысының қарсы болуына байланысты неке жарамсыз деп танылады. Ерлі-зайыптылардың көзі тірі кезінде неке олар ажырасса ғана тоқтатылады. Ажырасу арқылы некенің тоқтатылуы, яғни ағаш органдары және сотта заңда белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі. Ағаш органдары дегеніміз кімге түсініксіз болды? Бұл ЗАГС деген түсінік. Яғни бүгінгі таңда бұл мемлекеттік қызмет, яғни неке куәлігін алу отбасы бойынша, ол мемлекеттік қызметті электронды түрде де алуға болады ЭЦП кілті арқылы. Еліміздегі неке қию көрсеткіші, яғни гендерлік саясатының бір тармағы бойынша бұл қабылданған саясат, яғни оның мақсаты жастар арасында, яғни некеге қатысты тармағы, яғни ажырасудың санын төмендету. Дегенмен де сіздер статистика бойынша көріп отырсыздар, 2015 жылы 30 мың неке қиылды, 2016 жылы, яғни 30 мыңға жуық неке қиылған. Солардың жалпы алған кезде 13 мыңы, яғни неке бұзылып отырады. Яғни ажырасу болып отырған. Ал белгілі қазіргі уақыттарға есептеп қарасақ, яғни 2018 жылы
28,5 мың неке қиылса, оның 13,4 мың неке бұзылған. Ал 19 жылы 27,9 мың некеден 13,1 мың неке бұзылған. Жалпы статистика бойынша некелесу мен неке бұзу арасындағы қатынас 3:1 қатынасындай сәйкес болып тұрады. Дегенмен, яғни тұрақты отбасы құратын өңірлер, яғни жастары, бұл оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облыстарына жатады. Ал біздің өңіріміз Павлодар облысы мен және солтүстік Қазақстан облыстары осы ажырасудан республика бойынша алтын қатарда, жуықтап алғанда 2 некелесуге 1 ажырасудан сәйкес келеді. Яғни бұған түрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Бұл отбасылық жағдай болуы мүмкін, бұл материалдық жағдай болуы мүмкін. Яғни ерте жас отбасы құрған азаматтарға байланысты ма. Дегенмен ажырасу процесі бүгінгі таңда 1 айға дейін жуық созылады. Бағана айтып кеткенде, яғни ол сот шешімімен бекітіледі. Ерлі-зайыптылардың біреуі өтініш жазатын болса, ажырасуға кейін оларға 1 ай тағы уақыт беріледі. Бұл медиация кезеңі, яғни медиаторлар олармен жұмыс істей бастайды. Және де олар бұл келіссөздіктерді шешуге тырысады, яғни некені сақтап қалуға тырысады. Бүгінгі таңда отбасын нығайтудағы көптеген институттар жұмыс істейді республикамызда. Осыған байланысты біздің өңіріміз бағана айтып өткен проблемалы аймақ болғандықтан ажырасудан мен сіздерге мұндай тапсырма бергім келіп тұр. Яғни Павлодар өңірінде отбасы институтын нығайту амалдарын болжамдау. Яғни қандай тәсілдері бар, қалай ойлайсыздар, жас отбасыларды қалай сақтап қалуға болады, сол бойынша өз ойларыңызды, пікірлеріңізді шығарма түрінде болама, эссе түрінде болама, бұл еркін, өз ойларыңызды дәптерге жазып, фотоға түсіріп, Платонус сайты арқылы жіберсеңіздер, мен осы аптадағы бағаға, яғни күндерге сіздердің шешу жолдарыңызға байланысты бағалайтын боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.